Баршаңызға сәлем бердім, көрермендерім. Бүгін мен қыстың қамын жазда ойла деп қияр жаптым қысқа дайындық ретінде. Бұл менің өзімнің бақшамның қиярлары. Қиярларды алдын ала 2-3 сағат салқын суға салып қойдым. Кейіннен осылай қолыңызға таза шөберекпен, матамен алып жақсылап жуып, екі жағын алып тастап, тағы да бөлек салқын суға салып қойдым. Көрермендерім, сіздерден өтінерім, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар. Кейін банкілерімді жақсылап жуып алдым. Мынау кәдімгі ыдыс жуатын құрылғымен кез келген жарай береді, тек жақсылап жусаңыз болады. Шайып қақпақтарымызды осылай банкімізді залалсыздандырып аламыз алдын ала. Бізге салмасына керегі ақжелкек, укроп, сарымсақ, лавр жапырағы, қарақат пен шиенің жапырақтары, қарабүріш, 70% уксус, тұз және қант қажет болады. Банкілерімізді барлығын залалсыздандырып алдым. Кейін барлығын рет-ретімен бірінші осы шөптерді, шөп шаламды салып аламыз. Барлығын салып болғасын, қиярларымызды салып бастаймыз. Рет-ретімен әдемілеп толтырып салып шығамыз. Кейін қиярларымызды толтырып болғаннан кейін қайнап тұрған ыстық суды құйып шығамыз. Құйылған ыстық сумен 1 сағаттай немесе 2 сағаттай тұра тұрғаны жақсы. Менде 2-3 сағат тұрды. Кейіннен дайын болған кезде суымызды төгіп, қант саламыз. Ең бірінші қант 2-3 қасықтан салам. Тұзды 1 ас қасығын толтырып салам. Бұрышты көз мөлшерімен ғана қосып шықтым. Менде азғантай ғана қалған екен. Кейін сірке суын 1 ас қасықтан құйып шығасыз. Қайнап тұрған ыстық суды қайтадан банкілерімізге толтырып құйып шығамыз. Қақпақтарын жауып, тағы да жарты сағатқа қойып қоямыз. Міне осылай барлығын рет-ретімен жауып шығамыз.
Осы әдіспен жасап жүргеніме біраз жыл болды. Ешқашан атылып немесе суы ағарып, ондай болып көрген жоқ. Міне біздің қиярларымыз дайын, өте керемет, тәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мені еңбегімді бағалап, каналыма тіркеліп кетіңіздер.